Роналдо туралы сіз білмеген ақпараттар. Криштиано Роналдо әлемдегі ең танымал тұлғалардың бірі. Ол Instagram желісіндегі тіркелімі ең көп жұлдыз португалиялық шабуылшы. Ол спорттық мансабын Sporting клубте бастады. Бірақ Манчестер Юнайтед пен Реал Мадридтегі мансабының шыңына жетіп, әлемдегі ең жақсы футболшылардың бірі болып алға жылжыды. Роналду көптеген елдерде танымалы бола тұрса да, ол туралы аз адам білетін таңғаларлық нәрселер бар. Міне, сүйікті жұлдызыңыз туралы сіз білмейтін таңғаларлық фактілер. Біріншісі, мұғаліміне орындық лақтырып мектептен қуылуы. Криштиано Роналду футбол ойнауға шешім қабылдағанға дейін мектептен шығарылғанын білесіз бе? Роналдо 14 жасында мектепте өте танымал болды, бірақ ұстаздарының біріне орындық лақтырады. Әрине, Роналдудың өзіндік себебі бар еді. Оның айтуынша, мұғалім оны менсінбеген. Роналду сыйламаушылықты қалай қабылдайтынын бәріміз білеміз. Мұғалім Роналдуның акцентін мазақ еткен деген қауесетте бар. Бұл әрекеті оның мектептен шығарылуына келді. Оның жолы болып біраз уақыттан кейін ол өміріндегі үлкен өзгеріс деп сипаттаған оқиға болды. Ал екіншісіне келер болсақ, атын Рональд Рейганнен алуы. Негізі атын Криштиано дос Сантос Авера қойылмақшы еді. Әкесі ең жақсы көретін актер Рональд Рейганның құрметіне атын Роналду қояды. Ағылшын тіліндегі Рональд португалша Роналдо болады. Үшіншісіне келер болсақ, бірінші Пускас жеңімпазы. Роналдуның алғашқы Пускас жеңімпазы болып, атын тарихта қалдырғанын білуші едіңіз. Пускас сыйлығын Фрэнк Пускастың құрметіне ең керемет гол соққан футболшыға беріледі. Бұл шешімді көрерменнің берген дауысы арқылы Роналдуға берілген. Төртіншісі болса оның жылдамдығы. Роналдуның жылдамдығы көптеген ғалымдарды таңғалдырады. Және ғылыми зерттеулер жасалып, ең жылдам спортшы атанады. Роналду бұл жылдамдыққа жету үшін көп тер төгеді. Кішкентайынан аяқтарына ауыр байлап жүгіріп, алып тастағаннан кейін өзінің ерекше жылдамдыққа қол жеткізетініне сенетін. Осыған қарағанда бұл әдісі көп көмегін тигізгендей. Бесіншісі болса денесіне сурет салдырмауы. Денесіне сурет салдыру елдің қызығына айналған уақытта ол денесіне ешбір сызат сыздырмаған. Бұл оның мұқтаж жандарға қан беру үшін болса керек. Оның жомарттығы соншалық. Бір жолы командада ойнайтын Карлос Мартиннің сирек кездесетін қан ауруына шалдыққан. 3 жастағы баласына сүйек кемігін береді. Алтыншысына келер болсақ, бала кезіндегі досы болмаса Роналду болмас па еді. Роналдуның Альберт Франта атты командаласы әрі досымен бірге жоғары командаға қабылдану үшін бір футбол ойыны болады. Ол ойында досы гол соғуға мүмкіндік ала тұра Роналдуға пас береді. Роналду сол голдың арқасында үлкен жарыстарға барып, өзін көрсету мүмкіндігін алады. Кейін оның досынан не үшін істегенін сұрағанда, ол өзінен Роналдуның жақсы ойнайтынын, оның лайық екенін айтады. Өз мүмкіндігінен солайша айырылады. Роналду оның бұл жақсылығын еш ұмытпады. Оған қарымжысы ретінде бір үй және көптеген ақшалай сыйлықтар береді. Жетіншісі, Манчестер Юнайтедқа кірген ең алғашқы португалдық футболшы болуы. 2003 жылы Манчестерға қабылданып 12 миллион евро жалақы алып, Манчестерге қабылданған алғашқы португалдық футболшы болып 7-ші номерді иемденеді. 8-шісі, ішімдік қолданбауы. Оның басты себебі әкесінің ішімдіктің артынан кетіп, ішімдік себебімен көз жұмуы. Ол әке жолына түскісі келмегендігі үшін ішімдіктен бас тартады. 9-шісі болса, 2010 жылы баласын ақылы құрсақ көтеретін, аты жөні белгісіз америкалық әйелден болады. Және 2015 жылы және де белгісіз ақылы құрсақ көтеретін әйелден егіз баласы дүние есігін ашады. Не үшін олай жасағанын еш уақытта айтпаған. Бір замандары Роналдоға зорлады деген жала жабылып, 23 ай түрмеге жабыла жаздағанын білесіз бе? Соңында сізден сұрарымыз. Тек қазақ тілін қолдап, қазақша қызықты видеоларды көбірек бөлісуімізді қаласаңыз, лайктарыңызды аямай басып тіркеле кетулеріңізді сұраймыз. Әр қазағым жалғызым деу. Әр қазақтың борышы.